Сәлем менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздерге аскөктің, яғни укроптың көптеген пайдасын айта кететін боламын. Рецепт қалдырып өтемін. Соңына дейін тыңдап, подписка жасап, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Бірінші болып шығатын боламын. Бұл өсімдік ас әзірлеуде кеңінен қолданылып, тамаққа ерекше дәм беретін тамаша дәмдеуіштердің бірі. Аскөктің адам ағзасына пайдалы екен барлық жерде мәлім, сондықтан оны көп тұтынады. Бірақ оның емдік қасиеттері жайлы көп адам біле бермейді. Аскөктің пайдалы құрамы дизентерия, диарея, жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Ол қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілетті. Бүгін сіздерге үй жағдайында аскөктен дәрі жасауға арналған рецепттер ұсынамын. Бұларды кез келген адам көп шығынданбай-ақ жасауға болады. Көз өткірлігі төмендеп, көз тез шаршайтын болса, сізге аскөктің тұқымы көмектеседі. Ол үшін аскөктің тұқымынан компресс жасау қажет. Аскөктің тұқымын дәкеге салып, біраз уақыт жылы жерге қою керек. Содан соң оны көзге 20 минут қоямыз. 20 минуттан соң көзіңізде айтарлықтай жеңілдік сезінесіздер. Бұл әдіс сондай-ақ көз айналасындағы әжімдерді тегістейді, ісіну және қабақтың қызаруын азайтады. Аскөкті кептіріп жағып, күлін жазылмай жүрген жараға сепсе, ол тез жазылады. Ұрық дәнін ұнтақтап, ауызға салып сорып жүрсе, ыстықты қолма-қол тыяды. Оның ұрық дәнімен қоса кептірген сабағының ұнтағынан 2 ас қасық салып, жарты литр суға қайнатып ішсе, ішті жүргізіп, асқазанды, ішекті тазалайды. Қарапайым тұнба 1 ас қасық кептірілген аскөкті 0,5 литр суға салып, 1 сағат тұндырамыз. Дәрі дайын. Бұл тұнбаны жарты стақаннан күніне 3 рет ішу қажет. Бұл тұнба асқазан, ішек ауруларында пайдалы. Диарея, іштің қатуы, яғни запор сынды ауруларды да емдейді. Ал аскөк суын әзірлеу үшін, яғни укроптан тұнба әзірлеу үшін мұқият қарап жасаңыздар осыны. Аскөк дәндерінің 1 ас қасық мөлшеріне 1 стақан ыстық су құйып, су буында 15 минут көлемінде қайнатыңыз. Ересектерге тамақтан кейін күніне 3 рет стақанның 4-тен 1 бөлігі мөлшерінде ішу керек. Ал омыраудағы балаларға емізуден 10 минут бұрын 1/3 бөлігін шай қасық мөлшерінде беру қажет. Дайын ерітіндіні тоңазытқышта 1 айдан артық сақтауға болмайды. Ең дұрысы әркез жаңадан жасап отырған абзал. Егер қатты арықтағысы келіп жүрген, сұлу, сымбатты болғысы келіп жүрген қыздар болса, сымбатты дене бітіміне жетудегі қарапайым құралдың бірі аскөк шайы, яғни укроп. Укроптан тұнба жасаңыздар. Оны дайындау өте жеңіл. Жуылған аскөк будасын алып, ұсақтап турау керек. Бұл мөлшерден 3 ас қасық аскөкті ыдысқа салып, оған 0,5 литр қайнаған су құйыңыз. Бұл ыдысты отқа қойып, қайнаған соң 5 минут жай отта ұстаңыз. Дайын сусын суыған соң сүзіп алыңыз. Аскөк шайын күніне жарты стақаннан 3 рет тамақтанудың алдында ішу керек. Тағы да аскөкті ақ желкенмен бірге қолдануға болады. Ол үшін кептірілген 1 ас қасық аскөкпен 1 ас қасық ақ желкен керек. Оны шайнекке салып, қайнаған су құйыңыз. Шайды 15 минутқа қалдырыңыз. Уақыт өткен соң қарапайым шайдың орнына осы дайындаған шайыңызды ішіңіз. Алайда күніне 1,5 литрден артық су ішуге болмайды. Себебі оның қатты несеп айдағыш әсері бар. Ұмытпаңыздар, 3-4 литр күніне су ішіп жүрмеңіздер. Міндетті түрде 1,5 литр су ішіңіздер. Бұл денсаулыққа өте пайдалы. Және сіздің қаныңыз қою болса, сұйықтатады. Суды 1,5 литр ғана ішіңіздер күніне. Жас аналар, ұмытпаңыздар, естеріңізге сақтап алыңыздар. Аскөкті көп тұтыну өте пайдалы және психологиялық аурулар кезінде де таптырмайтын құрал ғой. Яғни бүпемен, депрессия деп жатасыздар, осы өте пайдалы. Подписка жасап қоюды ұмытпаңыздар. Күнделікті керемет ақпаратпен бөлісіп отыратынмын.